Босанған әйелді қалжалау. Құрметті менің оқырмандарым, мен осы көп жағдайда осыны айтып жүрген адамның бірімін. Бұрынғы кезде біздің ата бабаларымыз босанған жүкті әйелдерге, босанған әйелдерге өте тереңнен қараған, өте мәдениетті түрде қараған. Ол қалай десеңіздер, босанған әйелдерді тіптен үйді бір эсселерді, бұрынғы тарихи нәрселерді оқысаңыздар көресіздер ғой. Бөлек қазақ үйді, кәдімгі ағаш үй дейміз, қазақ үй дейміз, бір жерде бөлек тігіп босанған әйелді күткен. Ол жерде баласына қараған, және босанған әйелді терлеткен. Және босанған әйелдерді терлетіп қалпына келтіру деген, ойлаңыздар, бала босанған кезде әйел қалпына келу үшін құрғанда 4-5 жыл уақыт керек. Ол қалыпқа келу үшін. Ал біз 4-5 жылда екеуін туып тастаймыз. Ал көріңізші, ол босанған әйелдің денсаулығы қалай болады ары қарата? Және туған бала қандай болады? Нәзік, аурушаң болып шығады. Сондықтан босанған әйелді күту, әр қазағым, мен қазақпын, менің жүрегім қазақ дейтін адам босанған әйелді күту керек болады, терлету керек болады. Бұл қандай ана болмасын, қандай ене болмасын, ойларыңызда жүрсін. Қалжалайды. Ол қалжалаған кезде тіптен еркек қой соймаған, сауық қой сойған босанған әйелдерге сорпасын, етін жегізу үшін жаңағы қалжа сойған, сөйтіп қалжалаған. Сондықтан қазір де сіздер қалжалаңыздаршы. Қазіргі жастар айналайындар, күтушісі жоқ, басқасы жоқ, жаңағы жалаңаш жалпы жүре берген. Тіптен мына орамал тартып тісін жауып алған, бұрын тісім түсіп қалады деп. Қазір тіс түссе имплант көп, тіс салу көп жүре беретін болдық қой оны. Бірақ негізі босанған әйелді күту бізге тегі ең алдымен қолға алатын нәрсе. Біздің қазағымыз көбейсін десек. Ал енді қазір босанған әйел больницадан шығады, гүлдеп, музыкалап, неше түрлі қылып алып келеді. Ол жалаңаш па, ол жалпы ма, әйтеуір жарайды, үйге келеді. Үйге келгеннен кейін мен көріп жүрмін. Мына интернет желісінде де көрсетіп жүр. Әйел босанып больницадан алып келіп тұр, ауруханадан. Ал ол әйел жаңағы келген, бүткілі келген қонақты күтіп, жаңағы шайын беріп, тамағын беріп, ыдыс-аяғын жуып жүр. Босанды ғой, болды деген сияқты. Жоқ, ол дұрыс емес. Негізі босанған әйелдің үйіне қазақ еш уақытта босанған әйел қаннан ажырамайынша, қырқынан шыққанша қаннан ажырамайынша, ол үйден ешкім тамақ ішпеген. Өйткені адал тамақ керек деген. Босанған әйел аман есен не үшін қырқынан шығарған? Қырқын шашын қиған. Өйткені әйел өз-өзіне келді, тері мына қалпына келді деп, жаңағы кішкентай баланы қырқынан шығарғаннан кейін барып әйел көпшілікке тамақ беретін болған. Қазірде соны ұмытпайықшы. Шамамыз келгенше босанған әйелді қалжалап күтейікші дегім келеді. Жастар, сендерді айналайын, ойланыңдаршы соны. Бүгін мысалы босандым, үйге музыкалап, бәленбай құрдастарыңды, бәленбай адамдарды әкелудің қажеті жоқ. Қайта олар сені күтсін үйге келіп. Үйге келген бойда ашты қуырдағыңды істеп, жаңағы әдемілеп шайыңды беріп, терлетіп, ашты қуырдақты беріп тұрып, терлетіп, сені күтсін дегім келеді босанған әйелді. Сондықтан босанған әйел осы сіздердің естеріңізде болсын дегім келеді. Және аналардың, енелердің де естеріне салып жүргім келеді. Сонда ғана біздің жастарымыз аурушаң болмайды. Сүйектері жақсы, денелері мығым, және босанған әйелді күткенде баладан сүт әшейін балпылдап отырып, бүткіл 62 тамырын иіп отырып, сүт шығатын болады. Қазір сүт те шықпай қалды ғой жастардан. Көбісі жаңағы искусственный тамаққа кетті былайынша айтқанда. Сондықтан босанған әйелді қалжалауды ұмытпайық дегім келеді. Сіздерге осыны әсіресе аналар ескере жүріңіз дегім келеді. Осыны интернет желісінде бөлісіп міндетті түрде бір-біріңізге хабарлап айтып, маған лайк қойып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар дегім келеді.